Бачым, сілер екіге Алтайыз ұл берді. Ол ұлығар, кетті сары бала азырар. Олардың ортасында бір бала болар. Оның жолы сүрейін биікле açıq. Ол бала керегінде ұзақ өлерге көп ерімек ұчын өлір. Көп ерімек ұчын өлір. Менің балам ақту маңда жет. Жанап қалған балам. Валера балам, жолың ұсақ болыр. Албаданып жақшы жүрет. Орыбай соғадыңды чеберле. Жанды жан деп, оғышты оғыш деп топ жүр балам. Біз айдағы ұлыс қайқалтаныз. Арайынан отырарыз. Дені, айтқынаршы болсын. Жақшы болсын балам. Жақшы жүр, жақшы жүрет. Соғадық жүр балам. Жақшы өрен албадан. Валюша сыйным, жақшы өрен базы. Сенің үніңнің сөзін базы ұқтыр, дебе? Эйе, қа. Эйе, біз ән сақырыз. Жүрімнің жан жолы Валерий Иванович Чаптыновты ақ ұжы таштылған төріл жұртынан ұрада апарған. Студент төйлері Барнаул қалада өткен. Валерий Иванович жұрт елемдік институтты божады, үредузе айынша ижін көксі озы аймақта баштаған. Көксі озында, Қошағашта, Горно-Алтайскта, Москвада партийно-советский органдарда іштеген. 1978 жылда жондық білімнің академиясын дедімді үреніп божатқан. Алтайста жатқан ел жонго, еңле жан омырқоду, ол 1994 жылдың жан үзі айында Валерий Иванович Алтай Республиканың башчызы, оның кенінде Алтай Тергеевістің башқартузының председателі болғаныла 1991 жылдың жан үзі айының 3-ші күнінде Алтай Республика төзелгені. Валерий Иванович әзен жүрген болса, бұл жыл күчі үзі айдың 11-ші күнінде 75 жажын темдектер еді. Жек төрелістің чындық ұлы 23 жыл ғайра үргілдік Алтайына жана берген. Оны әзедіп, жарлы ғайшчы Николай Ялатов мұнды жолдықтар бичіген. Алтай халықтың жайықталу, ақ саналы ойғыр ұлы, жон башқарған башчызы, ақ жарықтан ұрап қалды. Жадан ұлы албатыға қояқ, ененің ұлы елге тұзалу, еткен ежін жоным білер. Чындап та Валерий Ивановичтің ижін, Алтайына кетірген тұзазын, жүрімдек жолын Алтай албаты ұндыбай жат. Бістің де ұрақ, туылардың қойнында жүртаған, олаған аймақтың ел жоны, қожа іштеген надилары Валерий Ивановичті еске алынып, мұнайда құчындайды. Менде Валерий Иванович Чаптыновтың бұл 75 жажу чадарда жайдатан сөздер ұшты көп, не ұчынды сол баса
ондай біздің республикалық учурлуу киши болгон. Ол баштапкы біздің башчы да болып иштеп берди. Мен осы совхоз Чулышманскийдин совхоздун директору болуп жатарды. Ол киши де жакшы көрүп иштеп жүрген, ол кошагашта иштеп турган үйлөр болгон. Onun kinde de bizim aymaka gelip, bunda albatta jonun ortasında işte olup tanışıp yürüyen basa köpeyler görüp, yol çalışmada da onun etken gerekleri boştu көп. Bu Mikhail Vasilyevich Karamaev'tin basa kiyinde işlegen kişi olur. Олар же Altay Albata'nın en onday batır Altay ulusu uldары деп анып. Мен санын türetem. Ne için dese Altay derin, Altay Albata'sın. Ол үйді область болған автономия область. Кейінде республика іште Болчадарда ұрышты жанындай керекті айдап елеріне Валерий Ивановичтың мен санысам ұрышты жан, оның жөмелтесі, оны баса білгері, керсусі, оны аныда көрінгенде. Анып, мен болған аймаққа келіп тұрғанда, ол кіші облыс полкомының председателі болған. Андарда анып, бек Ондай қол болу іштерге келішкен, не үшін де сол 90 жылдар болчат, 90 жылдарды болары білерер, күч ондай үйлер. Андарда біздерге жол қалғанша ондай алтандарына электроэнергия келген. Ол келерде баса ондай күч үйлер келішіп, оның келбей тандарғасы болған. Валерий Ивановичтың ондай арғасылы, күчілі, сана шүлтесілі бұл государственный сервистің аймаққа келгені баса ұрышты жан Санчат Салбатының Валерий Ивановичтың бойының теңісі деп. Ол өрде де Болчадар школдар да мұнда бұдарға көп аңды іштер бүдірген болчады. Мен десе, ол глава аймақтың башчысы болтарда көп үйлерді Москвада келішкен баса. Оны қоша іштерге сол үшінде қаршылы кварталда Москвада Валерий Иванович оның башы шықпай, Владимир Иванович Петров лоғышы шықпай іштегілік тұрған үйлері болған. Ол үйде жаңалар республикадан тұрып жатқан үйе, республика жаңа бұтқа алынып, конституциясын бойының баса төзіп жатқан үйлер болған. Ол үйде Москвалы тың іштерге келішкен Валерий Ивановичқа. Санчадым ол біздің терге еткен керектері бұрышты жан болыр. Не үшін десе ол российский правительство, Черномырдинның правительствосы болтят. Ол ноябрь айда 1288 постановление шығарған. Екі аймақтың бұл айылғаны көріп, ол үйде қошты жан, ондай жақшы социально-экономический өзімне болуш деп, ондай постановление ноябрь айда шыққан. Андарда онда қошты көп, ондай керектерді көрсе ол қайда тамдылығында жоқ, аймақтарға Москва бүгінгі правительство бойының темелтесіне деп, государственная поддержка деп, үйлерде бізге балдар дүре тұрған үйлер болған, көп жолдар да тұтқан, мостолар да тұтқан, школдар, и оның пландары баса ұшты көп болған. Едеттен де ұсына жетіреміз оны. Аны келіш болбай қалан, айндарда санчадыз, бұл республикада да еткен, жаңасы біздің аймақтың қошағашылы аулаған аймақтардың еткен керектерін санансам, республика еткен емесі мен болсам бұрышты жағын көп. Айндарда оның командасы көп ол заместительдер ішті. Постоянно Москвада, оны істер ол Госком Северді, мен атыста, оны қошағаштың басыл іштеп жатқан ұлыслағышы специалисттері администрацияның оны көп елерді өткіріп, көренген істе Валерий Ивановичтың бойы құрышты ондай ачықтары албатыға ондай көп кіші албаты жолына басанып жөмірге құрышты албаданған. Ол де ол Тучақтың үйінде чыдап шыққан кіші болар. Ол бастыра күште қадуларды көрген, андарда санчадым оны албатысын бұл күшелерді көдіреге құрышты жар аматып іштегенде. Ақ сүмерлер ағару жаныңда, ұлу керек, қачанда ұндылбас ұчырлу, бейік күйін ойғыр, бейік ұчышту, ару сүнең жүрер жаныста.
Туылу Алтайыстың Қажыла аймағына, Қажыла жұртына баштапқы Алтай башчының болужы төмөлтөзе жеткен. Валерий Ивановичке эмди де улус буянду жүрет. Мен 1980 жылдар башталыптырарда школдың кийинде бу балык жолдың школында үйрөтүүчү болуп иштеп баштаган болгом. Ола 1907-1980 жылдарда школда иштептир окуттураттан болгом. Биздин бу Алтай Тулу Алтай областтык кырайдын тогузунда болуптурарда. Кырай биздин областтын үйрөтүү бөлүгүнө ошто аз акча чыгарттырын деп. Анди учунду мен депутаттардан хан болгон биздин бу кырайга жүртүрөн. Демдектеп айтса, бирла городтун кырайдын бирла городунун жыл тургунуна үйрөтүү бөлүгүнө чыгарган акча биздин областтын үйрөтүү бөлүгүнө чыган акчадан канчага тап көп болуп турат. Ол жунда биздин школдарда аргадап турган жаңысылар сокустар болгон. Демдектеп айтса, биздин балык жолдун школунун жөмөгөн киши бул биздин Советский Алтай сокустун директору, Россиянын журт эйлеминин нерелишчиси Сана Арсентий Васильевич болгон. Onun баштаңкы эле биздин школдун жаңы турасын туткан болгон. Ол школга керектүү башка жасалдарды сокустун чоотула алган болгон. Анайда жаңсылап истемес бастырып биздин областта болгон деп айтар керек. Көп саба учуралдарда үйрөтүү бөлүктөрдө аргадаптырына колхоздар сокустар болгон. Олар бойлардын акчасына балдарды үйрөтө аларга бойлар акча чыгарып жөмөптүрүн болгон. Кырайдан үйрөтүү бөлүккө келтирген акчаны да зөргө аяс болгон. Onun 1991 жылда биздин республика төзөлгөн, республикадын жаңы Валерий Иванович Чаптынов деп киши тутулган деп солуну кул келен болгон бизге. Анан ары бизде кандай солунда болгон деп турган час 1992 жыл жеткелерде мен бу балык жолдун школунда баштапкы жуучул патриотикалык кандай клуб төзөп салган болгон. Орустап айтса, ол военно-патриотический клуб болгон. 1992 жылда биздин школдун балдары республика ичинде бул Аралёнок деп барган ойна ажыры баштык бежерге чыккан болгон. Ондан кийинче республикадын үйрөтүү бөлүгүнүн министри Нина Прокофьевна деп кишиден бизге телефон келген. Ол киши мындай айткан: Валерий Иванович Чаптынов бякалта берген. Улаган аймактын балык жол школунун балдары баштакы жерге чыккан уткуп турум. Айдарды бу балдарды жазап билеттейле республикадын атынан башта Россиялык кандай барганга ийсин деп жакаруу болгон деп ол киши телефондогон. Мен ол телефонду угала Тургузал аймактын жаганы Иле Семенович Куюковго кеткем. Керектин айын айтырым Иле Семенович бизге жан болушун жетип баштаган. Биздин ол бараттан балдарга 3 башка кийим көктөткөн. Баратта кийеттен, спорт маргандарда кийеттен, жуушул маргандарда кийеттен кептер көктөдөл. Анан жолдун ары бери барatan акчасын Иле Семенович таап берен болгон. Анайда биз Валерий Иванович Чаптыновдун жакаруу айынча баштапыла каттап биздин республикадын атынан Алтай балдар текши Россиялык Аралёнок деп андай военно-патриотический маргандарга туруп барган болгон. Бу балдарды билеттеринде меге школдун географиясынын үйрөтүүчүсү Елена Кириловна Тойдонова, балдардын сугатын көрөттөн эмче Топчина Ефросина Симонова базакыштытын болушкан болгон. Анайда биз балдарды билетте алалы, баралы. Ол Екатеринбург городда башка Россиядын башка далаларынан 4-2 команда келген болгон. Ол 4-2 командадын ортасынан биздин балдар 11-чи жер алган болгон. Мен санансам бу 11-чи жер оңой эмес. 4-2 командадын ортасынан андай жер алганы. Биздин балдар демдектеп айтса, керектесе Москвадын командасын жеңип акалап жашчыган бастырганынан. Ол 1992 жылда база бир жан учурду керек бу биздин балык жыла баспарты журттарга государстводун электро ооту келген. Мен санансам мында баса Валерий Иванович Чаптыновдун жан үлүсү бар деп атап жатырмын. Анан болсо бизде андай электрод жок болгон. Ол электрод келгенден бери биздин жүрүм там жаранган болгон. Эмне мен бу өйлөрдү санан көртөрө болсам, чында биз кырайдын доозунда болорбуз деп биздин жүрүмдүн андай жакшы эмес болгон. Үйрөтүү бөлүккө акча аз келет.
көп сабасында біз поездің күштарғадан жүргеніз, біздің республика төзелгеннен бері біздің жүрім яраны арған табайдар керек. Яңыз сол электротты да сананса, қанды жақшы дүнізді емді электротты онан біздің қанды да жүрім болбас ұчырлы. Біздің республика өзімен анаңары апарып жат деп отап жатырым. Мен санансам, біздің емді көйдегі амадус, біздің республиканың мұнаңдары өңізіп, яранып, өзіп, келер үйелерге біздің республика арты қазын деп санын жатырым. Албатыма, алтайыма деп албаданып, киченіп еткен іштер сүрекей көп. Жаңы тудылған школдор, балдардың туралары, клубтар, жұрттарға өткірген столмолу оттор, жазадылған, açılған жолдор, бейі күреду алып жанған тииттер, ишле жеткілделген жон, жаражай қадынды елгеп тұрғанды гез, колхоз совхозторго жөмөлтө болуш, өскө талаларла иш колбула, оның да көп иштер. Олардың ончозун тоолозо, бичизе канча том бичиктер чыгар эди. Ол өйлөрдө база, эл жоным, мал ажым, төрөл жерим деп улаган аймактын Советский Алтай совхозунун директору Валерий Иванович Чаптыновдун нөкөрү Арсентий Васильевич Сана иштеген. Өтіп жатқан 2020 жыл Валерий Иванович Чаптынов түрі боламыза 75 жашын өткіріп жатыр еді. Ол кезде Батыр Кепті ұлысты санынады. Andi ұлдардың ортасында Михаил Карамаев, Алексей Ялбаков, Юрий Антрадонов, Лазер Кокушев, менің атам Арсентий сананып отырасым. Валерий Ивановичты мен оғаш тұжымда көрерге, тұштажарға келішкен. Ол көп қатап десе біздің жұртқа, балықчыл жұртқа, совхоз Советский Алтайға Арсений Васильевич атама келіп тұштажып, нейінде көптешкілеп тұрғанын көріп тұратым. Оның кейінде ол 84 жылда обкомның секретары бұл тұрады десе, бұл балықчыл совхоз Советский Алтайда семинар по орошению урожайности многолетних трав да курсы жан семинар боларды, оны баштап келген. Оға дезе бастыра совхоздың директорлары, колхоздың председательдері келген, курсы жан семинар болған. Ол үйде көргім. Еңне жылбілі тұштажу біздің дезе 91 жылда жас үйде болған. Ол үйде менің Ахам Ахмет ұлған аймақтың жанын Илья Семенович Күйіковтың тескеншесі болып, барын ауылдан Москвадан Илья Семенович келчет бар, ұқтығаияқтап байдарды дезе, барын ауылдың аэропортына барған. Аэропорттан сақып тұрсам, көп ұлыстар, бастыр ұлыстар түшкелен, көрсем, ортасында жаңыз салықтай кеже басет Валерий Ивановичты таныдым, жақшаштыз. Кемді сақып тұрыңдар сұрарырды, Илья Семеновичты да байдамды. Ол бүгін келбәс қандаш. Оның керектері анда жетіріп бітпән, мен оны артсы салам. Ол ертен келер. Табайдарда екі бар аэропорттан шығаныз. Жақсас, Валерий Ивановичты анда нөкірлері машинада Алтай арақызын бұрған сақығылап кет. Валерий Ивановичты көрсем бұрышты сүйіншілі, нөкірлерін көрсем база сүйіншілі. Бері кел қарындаш. Бұл Алтай арақыстан қожа тұт. Мен Москваға жүргем. Ұшты жағын керек еткем. Ұшты жақшы жол болды да. Мен оқышындырған. Оның кейінде 92 жылда октябрь айда Адам Арсений Васильевичтің қалғанша жолына үдештірді. Ол Алтай Республиканың жағаны болып, қалғанша жолын үдешіп келген. Анда травмный митингті ұшты жағын сөз айтқан, қуыршын айтқан. Травмный митинг кейінде дезе Валерий Иванович енді үшін менің жаныма бас келе, мені әлі көреді. Бешлі сана менде болам осағандаш. Бұл
республикада нейін етпесетім деп, андай сөздері менің жүргенімі артқалан. Бүгінгі өйде қысқамшылуды нейін ұлчынмы дейірте жүре берін деп сандарым, Валерий Ивановичты. Бүгінгі күнде жүрген осыл, андай көп жарқынду керектер етпеседі. Алтай Республикасы мұнаңдай жарқынду жарашид салар ете деп сандарым. Жүрген жерің жолыңда биік ажулар, чечектер, қарылар, ақ қойындар. Сені еске алынып, айса сананат. Сенің сүйген чаңқыр туыларың, тыңдаған қожымшы омоқ суыларың, бүгін сені жайын ұлы еске алынат. Біздің туылу Алтайыстың баштапқы башчызын Валерий Иванович Чаптыновты Алтай қалық ортады үлбес кежек жоқты болбей. Ол үйлерде мен школда үйреніп тұрала, историядың роғында бізге үйретіп тұратын. Біз емде таңынан башқа Алтай Республика. Поиз ел құрылтайлу, правительстволу таңынан бюджетту деп. Емде көрер болса, Валерий Иванович ол күч 90 жылдарда ол кире иштеп, Алтай албаттым, жылыйып қалбасын, жүн яңдары жоғылып қалбасын деп, иштеніп, Алтай Республикады төзеп бартысқаны ол ең жан іштердің бірізе болып кет. Біздің улағанла қожағаш аймақты, арақта жетқан түндік аймақтарға да түңдеп жазадып салғаны, олба да бір жан жейдімне иштеп сананып тұрым. Біздің емдегі артып қалған жүн яңыз, бичіліп қалған бичіктеріз, ұғылып тұрған қожаңдарыз, біз республика болбаған болса, бұл кемінде боларын мен білбейді тұрым. Оның үшін біз көгісті Алтайыстың уылын, Алтайыстың батырын Валерий Иванович болғанылы емдігі өйді үйтіпте адыс анди башчы болған, бізге анди ейдім берген біздің республикады бүгіре өйдіріп, янадып салған еді. Валерий Иванович Алтай халықтың тіліне, литературасына, текші айтса культурасына жан ажару едеттен. Дейі тұжында ол бойы үлгерлер чүндейттен. Жарлу Алтай бичейчілерле ол жуық нөкірлішкөн. Лазарь Кокышевле, Аржан Адаровла, Борис Укачинле, Бронтой Бедюровла, ончозыла. Валерий Иванович ырап қаларда бичейчі надезі Аржан Адаров нөкөрім керегінде ыйдеп, бір түрмек санет жаңарлар ұчырлаған. Қажыла күн, ол сый құдайдан, сен оған нөкөрім сүйініп байдатаң. Жүрер керек, не бүгін құнығар, таңдақты жалақай көлімден, дөңейлі санамды менің жарыдат, қатқың сөстерің ұғылат, жүрімде сүйген омоқ көрімден, үрінкейде де жарып жүреттен, уырзапты, қарызыпты билеттен, жүректе сыз, емде оны қанайдар. Емде оны қанайдар. Емдігі үйе, келер үйдің үйезі, алақанша Алтай тергейбісті чеберлеп, қорулап, өрі үскіріп, байыдып, көжулап түрзе. Ол Валерий Ивановичтің баштапқы Алтай башчының өткен жолына, еткен ежіне, біздің үргілде бұяныз болор еді.